Сәлеметсіздер ме балалар? Бастауыш сабақтар арнасына қош келдіңіздер. Математика пәні 109-шы сабақ. Бөлшектер, бөлшектерді салыстыру. Оқу мақсаты: жай бөлшектердің құрылуын салыстыру, қосу және азайтуды көрнекі бейнелеу үшін жазық фигуралардың бөлігі және сан сәулесін қолдану. Бөлімдері бірдей жай бөлшектері бар өрнектерді салыстыру. Бөлімдері немесе алымдары бірдей жай бөлшектерді салыстыру. Сан сәулесінде салыстыру. Дұрыс бөлшек, бұрыс бөлшек, аралас сандарды ажырату. Алымдары бірдей немесе бөлімдері бірдей жай бөлшектерді салыстыру. Сан сәулесінде салыстыру. Сабақ мақсаты: алымдары бірдей немесе бөлімдері бірдей жай бөлшектерді салыстыруды үйренесің. Көңіл күйіңді таңда. Керемет, шаттық, мереке, көңілді, тамаша. Жарайсыздар балалар. Міне көңіл күйлеріңіз жақсы болса, енді сабағымызды бастаймыз. Бірінші тапсырма: Әлия мен Болат сыныптастарының арасында сендер қандай су ішесіңдер деген тақырыпқа сауалнама жүргізді. Мәліметтер диаграммада пайызбен берілген. Диаграмма бойынша теңсіздік құрастыр және жаз. Қызыл түс сатып алынған 51%, сатып алынғаны 15%, әдеттегі краннан алған су 23%, краннан бірақ сүзгіден өткізген су 11%. 51% 23%дан артық, 23% 11%дан артық, 11% кем 15%дан. Дескриптор: диаграмманы пайдаланып теңсіздік құрады, 1 балмен бағаланады. жұптық жұмыс: тапсырманы орында. Суреттерді қара, фигуралардың қандай бөлігі боялғанын жаз. Мысалға, бірінші фигурада 4 бөлікке бөлінген, оның 1 бөлігі боялған. Сонда бөлшек түрінде жазсақ 4-тен 1 деп жазамыз. Келесі фигура 4-ке бөлінген, 4 бөліктің 2 бөлігі боялған. 4-тен 2 деп жазамыз. Келесі фигура 4 бөлікке бөлінген, оның 1 бөлігі боялған. 3 бөлігі боялған, 4-тен 3 деп жазамыз. Сан сәулесіндегі бірлік кесінділерге қара. Ол неше бөлікке бөлінген? Қайсысы үлкен? 4-тен 1, 4-тен 2, 4-тен 3. 4 бөлікке бөлінген, 4-тен 1 артық 4-тен 2-ден, 4-тен 1 артық, 4-тен 1 артық 4-тен 3-ден. Дескриптор: бөлшектерді сан сәулесінде салыстырады, фигуралардың боялған бөлігін жазады, 1 балмен бағаланады. Есіңе сақта: бөлімі бірдей екі бөлшектің қайсысының алымы кем болса, сол бөлшек кіші болады. Алымдары бірдей екі бөлшектің қайсысының бөлімі үлкен болса, сол бөлшек кіші болады. Тік төртбұрыштың боялған және боялмаған бөліктерін көрсететін бөлшектерді жаз және теңсіздік құрастыр. Боялған бөлігі 18-де 14, боялған бөлігі 18, жалпы саны 18 бөлікке бөлінген, оның 14 бөлігі боялған екен. Боялмаған бөлігі жалпы саны 18, оның 4-еуі боялмаған. Енді осыны боялған бөлігі мен боялмаған бөлігін салыстыратын болсақ, 18-де 14 артық 18-де 4-тен. Боялған бөлігі 18-де 11, боялмаған бөлігі 18-де 7, 18-де 11 артық 18-де 7-ден. Боялған бөлігі 18-де 8, боялмағаны 18-де 10. Салыстырамыз: 18-де 8, 18-де 10-нан кем. Боялғаны 18-де 10, боялмағаны 18-де 8, 18-де 10 артық 18-де 8-ден. Дескриптор: бөлшектерді жазады, теңсіздіктер құрады, 1 балмен бағаланады. Дөңгелектердің боялған бөлігін білдіретін бөлшектерді жаз, оларды салыстыр. 2-ден 1, 4-тен 1, 2-ден 1, 4-тен 1-ден кем, 3-тен 1, 4-тен 1-ден, 4-тен 1, 3-тен 1-ден кем, 8-ден 1, 4-тен 1 артық 8-ден 1-ден. Дескриптор: дөңгелектердің боялған бөлігін бөлшекпен жазады, оларды салыстырады, 1 балмен бағаланады. Бөлшектерді салыстыр. Яғни мынандай бөлшектер берілген екен, сол бөлшектерді салыстыруымыз керек. Бөлшектердің бөлімдері бірдей. Мына жерде 14-те 2, 14-те 12 деген бөлшек берілген екен. 14-те 2-ден 14-те 12 кем. 12-де 3, 12-де 2-ден артық. 20-да 13 артық 20-да 11-ден. 7-де 4 артық 7-де 2-ден. 20-да 12 артық 20-да 11-ден. 10-да 3
кем 7-ден. Міне балалар, әсінде осындай қылып салыстырасыздар. Салыстырған бөлшектермен тексеріп алсаңыздар болады. Дескриптор алымдары 1/2 бөлшек пен бөлімдері 1/2 бөлшектерді салыстыра алады. 1 балмен бағаланады. Сан сәулесіне 5-2, 5-4 бөлшектерін белгіле. Бөлшектерді салыстыр. Міне балалар, бөлшектерді өздеріңіз салыстырып аласыздар. Көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте. 120 метр квадрат, 1.230.000 сантиметр квадрат, 45.000 километр, 45 миллион метр, 12 килограмм, 12.000 миллиграмм, 288 сағат, 12 тәулік, 500 километр, 50 миллион сантиметр, 13.000 миллиметр куб, 13 сантиметр куб, 230 тонна, 230.000 килограмм, 24 апта, 168 тәулік, 23.360.000 сантиметр, 233.600 метр. Дескриптор көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнектейді, 1 балмен бағаланады. Теңдеулерді шеш. Мына жерде теңдеулер берілген екен. Осы теңдеулердің мәнімен өздеріңіздің шығарған теңдеулердің мәнін салыстырып аласыздар. Дескриптор теңдеулердің түбірін табады, 1 балмен бағаланады. Табиғат тазалығын сақтау үшін сыныптастарың, туыстарың, достарың қандай іс-әрекет атқаруға дайын екендігі туралы сауалнама жүргіз. Нәтижелері бойынша диаграмма құр. Қалдықтарды жеке жинау. Я деген 13 балл, жоқ деген 20, білмеймін 45. Суды үнемдеу 60, жоқ 5, білмеймін 13 балл. Электр энергиясы үнемдеу 15, жоқ 50, білмеймін 13 балл. Өз сұрақтардың 28, я деп жауап берген, жоқ 40, білмеймін 10 деп жауап берген. Енді осы кесте бойынша график құрамыз. Қалдықтарды жеке жинау 13, суды үнемдеу 60, электр энергиясын үнемдеу 15, өз сұрағың 28. Дескриптор кестені толтырып график сызады, 1 балмен бағаланады. 1 алма 1 килограммның 10-1 бөлігі, 6 алма қанша грамм екені белгісіз. Шешуі 1 килограмм бөлу 10 көбейту 1. 1000, 1000-ды 10-ға бөліп 1-ге көбейтеміз. 100 грамм. 6-ны 100-ге көбейтеміз, 600 грамм. 6 алманың массасы 600 грамм. Арықтың ұзындығы 1 километрдің 1%-на. Арықтың ұзындығы белгісіз. 1 километр бөлінген 100 көбейту 1 бөліп 1-ге көбейтеміз. 10 метр. Жауабы метрмен алғанда арықтың ұзындығы 10 метр. Таразының сол жақ табақшасында бүтін ірімшік тұр, ал оң жақ табақшасында осындай ірімшіктің 4-тен 3-і және массасы 1 килограммның 4-тен 3 бөлігіне тең гертас тұр. Таразының сол жағындағы ірімшіктің килограммен массасы қандай? 1 килограмм тең 1000 грамм. 1000-ды бөлеміз 4-ке, көбейтеміз 3-ке. 750 грамм. 750-ді 4-ке көбейтеміз тең 3000 грамм. Жауабы ірімшіктің массасы 3 килограмм. Тапсырманы орында. Әр дөңгелектің қандай бөлігі боялған? Бөлшек түрінде жаз, оларды өсу ретімен орналастыр. 8-ден 6, 8-ден 3, 8-ден 5, 8-ден 7, 4-ден 1, 4-ден 2, 4-ден 3. Өсу ретімен орналастырайық. 8-ден 3, 8-ден 5, 8-ден 6, 8-ден 7, 4-ден 1, 4-ден 2, 4-ден 3. Дескриптор дөңгелектің боялған бөлігін бөлшек түрінде жазады, өсу ретімен жазады. 1 балмен бағаланасыздар. Кері байланыс. Сіздер бүгінгі тапсырманы түсінген болсаңыздар, жасыл түсті таңдайсыздар. Барлығын түсіндім дегенді білдіреді. Егер де түсініңкіремей қалған болсаңыздар, қызыл түсті таңдайсыздар. Егер де бүгінгі сабаққа сауалдарыңыз болса, сары түсті таңдайсыздар. Сұрағым бар. Жарайсыздар балалар. Міне балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.